Енді иә, шынымен де соңғы кезде мына дін және дәстүр деген екі термин жиі айтылады ғой бірге. Өзі біраз сөздер бар. Дәстүрден бөлек әдет, ғұрып деген сияқты осындай терминдер бар, Дәстүр енді арабтың сөзі емес, ар жағында әдет, ғұрып деген сөз бұл арабтың сөздер. Енді осы дінімен екеуін байланыстыратын тұстарына келейік. Әдет арабтың сөзі ада, яуду, айду, мысалы айт дейміз ғой сол. Яғни қайталанушы деген сөз. Бір істің қайта қайталана беруін әдет дейді. Яғни сол үшін белгілі бір халықтарда өзінің әдеттері болады. Өйткені олар соны ылғи қайталанып жасайды. Ғұрф деген сөз арифа, я'рифу, ма'руфун деген сөздің түбірі болып келеді. Түбірі сондай болып келеді. Бұл деген танылды деген сөз. Сонысымен таңылған. Мысалы қазақтардың киімінің өзінің үлгісі бар, бір ою бар деген сияқты, өзінің тән шапаны бар, өзіне тән бөрікі бар. Яғни сол ұлт сонымен танылды. Оның ұрфы сол. Енді дәстүр дегеніміз ол да белгілі бір уақытта қабылданып, белгілі бір топ адамдар жасайды. Мысалға айтайық, аталары жасады. Одан кейін ар жағында балалары да соны қайталап жасады. Немерелері соны жасады. Шөберелері жасады. Сөйтіп бірінен соң бір өтіп отырады да, осы бір дәстүрге айналып қалғанға ұқсайды. Осыны дәстүр деп қояды. Енді дін мен дәстүр мәселесіне келетін болатын болсақ. Дін дегеніміз не? Енді жер бетінде дін көп, бірақтан негізі дін біреу-ақ қабыл болатын дін. Инна дина индаллахил ислам. Аллахтың қабылдайтын діні ислам діні. Өйткені дін, былай адамдар ойлап тапқан діндер көп. Бірақ Аллахтың алдында өтетін дін біреу ғана дін. Өйткені Аллахтың жіберген діні ғана Аллахтың алдында өтеді ғой. Адамдардың ойлап тапқан дінін біз дін деп атай береді, былай терминді. Бірақ ар жағында Аллах пайғамбар арқылы жіберіп, кітабы арқылы қуатталмаған дін, ол Аллахтың алдында дін болып есептелінбейді. Дін ол біреу-ақ. Дәстүр көп. Яғни Аллахтан келген дін біреу ғана. Бүкіл пайғамбарларын алып келген діні бір-ақ дін негізі. Адамдар өздері бөлініп кеткен ғой. Әйтпесе бүкіл пайғамбар бір-ақ дінмен келген. Адамдар өзі бөлінген. Енді осы жерде мына нәрсені естен шығармайық. Жалпы діннің, соның ішінде ислам дінінің қағидасы дәстүрмен күресу емес. Мына нәрсені айтып кетейік. Діннің егесі Аллах тағала. Тіпті пайғамбар діннің егесі емес. Аллах Құранда айтқандай, «Фа иннама алейкал балағ», сенің міндетің жеткізу дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям адамдарға өзінің ойының бір философиясын үйретіп кеткен жоқ. Аллахтың жеткіз деген нәрсесін ғана жеткізіп кетті. Сол үшін пайғамбарымыз өздігінен бір нәрсені халал, харам ете алмайды. Аллахтың дінін жеткізумен ғана айналысты. Енді ондай болса, діннің егесі Алла, ал дәстүрдің егесі адамдар. Ондай болатын болса, діннің дәрежесі дәстүрден жоғары тұрады. Неге? Өйткені діннің егесі Аллах тағала, дәстүрдің егесі адамдар. Аллахтың дәрежесі жоғары ғой, бүкіл жаратылыстан. Сол сияқты оның діні де жоғары болады дәстүрден. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз дінімізді дәстүрге қарап түзулемейміз. Осыны естен шығармайық. Өйткені дәстүрге қарап дінді түзулейміз деген Аллахтың бір қателігіміз деген сияқты, ол дұрыс болмайды, ақылға сыймайды ол. Бірақ дәстүрді дінге қарап түзулеуге болады. Яғни дәстүр дінге бағасын бере алмайды, ал дін дәстүрге бағасын береді. Яғни біз жоғарыда айтқанымыз сияқты діннің мақсаты дәстүрмен күресу емес, бірақ баға береді. Енді біреуге қиын болуы мүмкін, жарайды, бір мысал айтайықшы. Қалай баға береді дегенде. Мысалға, біздің дәстүрімізде үлкен кісіге қойдың басын ұсыну деген нәрсе бар. Енді барлық жерде жоқ қой. Енді қырғыздарда біз естуімізде балаларға береді екен, басшы болсын деп, бізде үлкендерге береді. Енді сен қойдың басын ұсынғандағы мақсатың құрмет көрсету. Үлкенге құрмет көрсету, болмаса құдаңа құрмет көрсету болатын болса, бұл дінге сияды. Ол дәстүріңе дін саған ешқандай айып айтпайды. Өйткені Құран аяттар бойынша, хадистер бойынша үлкенді құрметтеу деген нәрсе кездескен. Және солай бұйыратты. Пайғамбарымыз хадисінде айтқан сияқты, «Ман лам ярхам сағирана
وَلَا يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Кім кішілерге мейірімді болмаса, үлкендердің хақсын бермесе, бізден емес дейді. Ол мұсылманның әдебі жоқ ода деген сөз. Ондай болатын болса, сен қойдың басын ұсынғандағы мақсатың сол жердегі сыйлы кісіні көрсету, бағалау деген болатын болса, онда бұл дәстүрге шариғат қолдайды. Оған қарсы ештеңе деп айтпайды. Ал бірақ былай болатын болса ше, қойды басын жеме, әкең өліп қалады, әкесі жоқтар жесін дейтін болатын болса, ол кезде бұл жерде түзету айту керек болып қалады. Өйткені адамның тағдыры, тірі адамның тағдыры өлген қойдың басында тұрған жоқ. Оған ешқандай қатысы жоқ. Онда айту керек болып қалады. Жоқ, олай деп сенбеңіздер. Егер сенің әкең тірі болып тұрып қойдың басын жеген болатын болсаң, әкең өліп қалады деп ойламаңыздар. Ол қате ұғым. Адамның жаны Аллахтың қолында, қойдың басында емес деп онда түзетіп айту керек болып қалады. Сол үшін бұдан шығатын нәрсе не? Яғни дін дәстүрге бағасын бере алады. Дұрыс па, бұрыс па деп. Ал дәстүр дінге бағасын бермейді. Сол үшін ол дінді ұстаным деген дәстүрден бездім деген мағынаны білдірмейді. Бірақ діннің дәрежесі дәстүрден жоғары екенін, және дін дәстүрге баға беретіндігін естен шығармауымыз керек. Яғни біз дінімізді дәстүрге қарап ыңғайламаймыз. Дәстүрімізді дінге қарап бағасын ажыратып аламыз.